Сәлеметсіздер ма? Мына есепті шығарып көрейік. Сыныпта 7 бала кездесіп бір-бірімен қол алысты. Олар барлығы неше рет қол алысты? Алдымен 7 баланы осылай нөмірлеп аламыз. Бірінші бала өзінен кейін тұрған екінші баламен, үшінші баламен, төртінші баламен, одан кейін бесінші баламен, одан кейін алтыншы баламен, одан кейін жетінші баламен қол алысады. Сонда бірінші тұрған бала екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші баламен қол алысты. Бұл жерде 6 қол алысу болды. Екінші тұрған бала бірінші баламен қол алысып қойғандықтан, ол енді үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші баламен қол алысады. Ол жерде 5 рет қол алысу болды. Кезек үшінші балаға келді. Ол бірінші, екінші баламен қол алысып қойды. Енді ол өзінен кейінгі тұрған 4 баламен қол алысады. Кезек төртінші балаға келді. Ол өзінің алдындағы бірінші, екінші, үшінші баламен қол алысып қойды. Өзінен кейінгі 5-ші, 6-шы, 7-ші нөмірлі баламен қол алысады. Бұл жерде 3 рет қол алысу болды. 5-ші нөмірлі бала алдындағы 4 баламен қол алысып қойғандықтан, өзінен кейінгі 2 баламен қол алысады. 6-шы нөмірлі бала өзінен кейінгі тұрған бір-ақ баламен, яғни 7-ші баламен қол алысады. Сонда барлығы 21 рет қол алысу болған. Жазғы демалыста 5 бала бір-бірімен телефон арқылы сөйлесті. Әр бала басқаларымен тек бір рет қана сөйлескен болса, барлығы неше қоңырау шалынған? Бұл есеп былай шығарылады. 4 қосу 3, қосу 2, қосу 1. Тең 10. Барлығы 10 қоңырау шалынған. Келесі есепті өзіңіз шығарып, жауабын комментарийге қалдырыңыз.